Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қатпарлы әрі дәмді болып шығатын самсалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мінекей видеода өздеріңіз естігендеріңізде самсаларыңыз қытырлап әрі қатпарлы болып шығады. Дәл осыған дейін мен қаншама түрлі рецептпен самсалар дайындадым. Біресе қамыры қатты болып қалады, біресе қатпарлы болмай қалады. Мінекей 1 жыл болды дәл осы самсаның рецебін тауып алғаныма. Содан бері самсаларым дәл осы рецептпен мінсіз шығатын болды. Қытырлақ, оған қоса жұмсақ, өте дәмді. Ендеше сіздермен де сол рецепт бойынша бөлісейін. Ең әуелі бөлме температурасында тұрған суға жарты шай қасық тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз тұз бен суды. Оның үстінен електен өткізе отырып ұн себетін боламыз. Ұнның барлығын сеуіп жібермеңіз. Енді осы ұнның үстіне шай қасықтың ұшымен жарты шай қасыққа толтырмай қопсытқыш саламыз. Және тағы да солай жарты шай қасыққа толтырмай ас содасын салып жібереміз де електен өткіземіз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдырып кететін боламын. Шамамен 470-480 грамдай ұн кетеді. Яғни әр ұнның тығыздығы әрқалай, сондықтан да әркімде әрқандай мөлшерде кетуі мүмкін. Мінекей осындай жұмсақ, сәл қолға жабысатындай қамыр пайда болуы керек. Қамырымызды жақсылап басып иілеп, иін қандырып, бетін жауып, шамамен 10 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Енді самсамыздың ортасына жағатын сары майымызды ерітетін боламыз. Сары май 72%-дан төмен болмау керек. 82% болса тіпті жақсы болып кетеді. Себебі маргарин, басқа да 60%-дық майлармен сіздің самсаңыз қатпарлы болмай қалады. Және де шамамен 200 грамм майды өлшеп алып, осылай ерітеміз. Жай ғана ерітпейміз, су шыққанша ерітетін боламыз. Мінекей су шыққанша осылай қайнатып алдық. Шамамен 2-3 минуттай осылай суын шығарып қайнаттым. Сонда самсаларыңыз қатпарлы болады. Енді жаңағы иі қанған қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Қыздар, егер бұл самсалардың көлемі сіздерге аздық ететін болса, астында описаниеге жазып қалдырып кеткен мөлшер бойынша 2 есе көлемде қосып жасасаңыздар болады. Енді қамырларымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан тез жазылады. Мен жазу процесін көрсеткен жоқпын. Мінекей енді жайылған қамырдың үстіне жаңағы сары майымызды жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне тигізіп, жеткізіп, мінекей осылай бір қамырды жайып алдық. Енді осы қамырды рулет секілді жіңішкелеп орайтын боламыз. Видеодағыдай. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан дөп-дөңгелек етіп шығару әрине міндетті емес. Мінекей біреуін осылай жайып орап алдық. Енді екінші қамырымызды дәл солай жазатын боламыз. Ұн себе отырып, бұл жерде де мен қамырдың жазылу процесін көрсеткен жоқпын. Өте жұқа етіп жайып аласыздар. Және де қалған сары майымызды ерітілген екінші қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, ашық жерлерін қалдырмай, сары майды жақсылап жағып шығасыздар. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы бірінші жайып, рулет секілді орап алған қамырымызды қойып, соның сыртынан осы екінші қамырымызды орайтын боламыз. Видеодағыдай жақсылап. Қамырымызды орап алған соң бұрайтын боламыз. Дәл видеодағыдай. Мінекей дәл осылай қамырымызды екі жағынан бұраймыз да, қатырғанға ыңғайлы болу үшін бірге осылай жинап қоямыз. Және де бетін қапшықпен орап, мұздатқышқа қамырыңыз толықтай қатқанша салып қойыңыз. Қамыр қатпаса біздің самсамыз қатпарлы болмай қалады. Яғни арасындағы сары майлар да қату керек, қамыр да қап-қатты болып қатуы керек. Соғұрлым қамырыңыз мұздатқышта көп тұрса, соғұрлым көбірек қатпарлы болады. Мінекей менің қамырым мұздатқыштан шықты, дәл осылай қатыпты. Енді қамырымды сәл жібітемін, себебі жазғанға ыңғайлы болу үшін. Мінекей менің қамырым жіби бастады. Енді видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, самсаларымды дайындай беретін боламын.
мінекей дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп, қазір осы әрбір бөліктен самса жасайтын боламыз. Самсамның қамырлары толықтай жібіпті, әрине кейбір жерлерінде бар, әлі мұз болып қатып тұрған жерлері. Қазір самсаны дайындап жатқан кезде қалған жібімей қалған бөліктері де еріп қалпына келетін болады. Мінекей дәл осылай қолымызбен басып самсамыздың қамырларын дайындап алатын боламыз. Енді ұн сеппей-ақ самсаның қамырларын оқтаулап жазамыз. Ұн сеуіп қажет емес, себебі біздің қатпарлы қамырымыз онсыз да жабыспайды. Енді үстінен салмасын салып, ішіне яғни менде тауық еті мен картоп, салмасын өз қалауыңызша дайындасаңыз болады. Қолыңызбен осылай гармошка секілді жинайсыз. Және де бір жақ шетін осылай бекітіп, ашық қалдырып, яғни әрі қарай бекітіп, осындай тамшы тәріздес самсалар дайындайсыз. Тағы да асықпай көрсетіп жіберейін сіздерге түсінікті болу үшін. Қамырын жұқа етіп жазып алғаннан кейін ортасына салмасын саламыз. Және де гармошка секілді бір жақ шетінен бастап қамырды жинаймыз. Келесі осындай ашық шеті қалады. Соны дәл осылай бекітіп шығамыз. Астын, жаңағы жанын. Мінекей, сонда бізде осындай тамшы сияқты самса пайда болады. Әрине пішінін өз қалауыңызша дайындасаңыз болады. Енді 4 бұрышты самса осылай дайындап көрсеңіз болады. Кәдімгі 3 бұрышты самсалар дайындасаңыз болады. Енді бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасықтай сүт қосып, шаншықмен араластырып, самсаларымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Осы уақытта пешті алдын ала қыздырып қойыңыз. Айтпақшы достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да түрлі рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Үстіне өз қалауыңызша қара, күнжіт сепсеңіз болады. Енді қызып тұрған пешке шамамен 35-40 минуттай өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай самсаларыңызды қызартып пісіріп аласыз. Мінекей біздің самсаларымыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Самсаларым піскен күйінде тез желініп қалып жатыр. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осындай қатпарлы әрі әп-әдемі болып шыққан. Егер сіздердің де самсаларыңыз дұрыс шықпай жүрсе, қамыры қатты болып не қатпарлы болмай қалып жүрсе, міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама бір рет подписаться деген кликті батырманы басып тіркеліп қойсаңыздар, тағы да басқа түрлі оңай жеңіл рецепттермен сіздерді қуантып отыратын боламын. Пікірлеріңіз болса комментарийге қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.